Баршаңызға сәлем, оп-оңай каналына қош келдіңіздер. Орыс тілін меңгеруді сіздермен ары қарай жалғастырамыз. Каналға жаңадан келіп жатқан кісілер болса, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы болашақта шығатын видеоларды өткізіп алмау үшін. Бүгін бізде өздеріңіз білетіндей творительный падеждің екінші сабағы. Егер де бірінші сабақты көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріп алыңыздар. Өткен сабақта біз творительный падеждің не екенін толықтай түсінген болсақ, енді бүгінгі сабағымызда біз сын есіммен бірге айтуды және окончание қалай болатынын өтетін боламыз. Ал ендеше бастайық. Еске түсіріп жіберсек, творительный падеж көмекте септік сияқты кіммен және немен деген сұрақтарға жауап береді. Кем, чем. Өткен сабақта біз мысал ретінде әпкемен, анамен деген сияқты сөйлемдерді құрастыруды үйренсек, бүгін біз солардың арасына сын есімді қосамыз. Мысал ретінде мен бүгін әдемі әпкеммен бардым. Я сегодня пошла с красивой сестрой. Осы сияқты арасына сын есімді қосуды үйренеміз. Орыс тілінде женский род, мужской род және средний род бар екенін біз білеміз. Және де мужской род пен средний род өте ұқсас, бірдей деп айтуға келеді. Сондықтан да біз қазір женский родтан бастайық. Қалған екеуі өте оңай болады сіздерге. Ал ендеше кеттік. Мына кестеге қараңыздар, бірден шошып кетпеңіздер, қазір өте оңай болады. Жай ғана оқып шығыңыздар. Енді мен сіздерге түсіндірейін. Сол жақтағы, мынау стрелканың сол жағында тұрғандар, бұл женский родпен бітетін әріптер. Білеміз, мысалы, мама деген сөзінде біз соңы аға бітеді. Сестра дегенде аға бітеді. Семья дегенде яға бітеді. Красивая дегенде соңы аямен бітеді. Осы стрелканың сол жағында, яғни женский род келсе, творительный падежде стрелканың оң жағына қарай жылжиды. Яғни ол ой, ей және ю сияқты окончаниеге ауысады. Қазір түсінбей жатқан болсаңыз, еш уайымдамаңыз. Соңына дейін міндетті түрде қараңыз. Қазір практика жүзінде мысалдармен бірге үйреніп түсінетін боламыз. Бірінші мысалымыз. Әйгерім интересуется, жақшаның ішінде современная история. Яғни Әйгерім қазіргі заман тарихына қызығады. Енді осыны қалайша әдемілеп айтуға болады. Яғни окончаниясын қалай жөнді дұрыстап айтуға болады. Енді современная история сөзіне қарайық. Біріншіден история сөзі бұл женский род. Сондықтан да жанындағы современная, яғни заманауи деген сөз, ол да женский род болып келеді. Сол жақтағы стрелкамен бірге келетін жалғауларды қараңыз. Қазір өте оңай болады. Енді история сөзіне қараймыз, иә? Сол жаққа қараймыз. Ямен келетін сөз болса, ол ей жалғауына өзгереді. Сонда история сөзі ей жалғауына өзгереді соңғысы. Ал современная сөзі ол соңы аямен кеп тұр. Сол жаққа қараймыз. Аямен келсе, онда ой болып өзгереді. Сонда шығатыны современной историей. Әйгерім интересуется современной историей. Екінші мысалымыз. Шолпан занимается, жақшаның ішінде утренняя гимнастика. Енді осыны қалайша дұрыстап айтуға болады. Гимнастика сөзіне қараймыз. Соңы амен аяқталып тұр. Сол жақтағы мынау стрелкамен берілген жалғауларды қарайық. Соңы амен келетін болса, онда ол ой жалғауына өзгереді. Сонда гимнастика сөзі гимнастикой, ал утренняя сөзіндегі я ол еймен аяқталып тұр. Сонда жалғауы ей болып бітеді. Сонда шығатыны утренней гимнастикой. Шолпан занимается утренней гимнастикой. Үшінші мысалымыз. Завтра я встречаюсь с, жақшаның ішінде молодая учительница. Ертең мен жас мұғаліммен кездесемін дейді. Сізге жақшаның ішінде молодая учительница деп берілген. Бірақ сіз оны айтқан кезде былай айтпайсыз ғой, мысалы, завтра я встречаюсь с молодая учительница. Олай айтсаңыз, ол қате болады. Сіз оны дұрыстап жалғауларын келтіріп айту керексіз. Енді қарайық. Молодая учительница бұл женский род, учительница соңы амен аяқталып тұр. Мына стрелкамен берілген жалғауларға қарайық. Тағы да амен бітсе, ол оймен аяқталатын еді. Бірақ мына жерде ереже бар. Яғни ж, ш, ч,
ц сияқты әріптер келсе, онда ей болып өзгереді. Яғни екпінге қарайсыз, ударениеге қарайсыз. Біздің жағдайымызда ц мен бірге келгендіктен ой емес, ей болып өзгереді жалғауы. Сонда шығатыны: завтра я встречаюсь с молодой учительницей. Түсінікті болған болса, келесі мысалға көшеміз. Медина интересуется, жақшаның ішінде дорогая сумка. Яғни Медина қымбат сөмкеге қызығады дейді. Енді біз оны қалайша жалғауларын дұрыстап айта аламыз? Қараймыз. Дорогая сумка бұл біріншіден женский род, және соңғы әрпі а мен аяқталып тұр. Тағы да мына стрелкамен берілген жалғауларға назар аударайық. А мен келетін болса, женский род, онда ол ой жалғауына өзгереді. Сонда сумка сөзі ой, яғни сумкой, ал дорогая сөзіндегі ая жалғауы ой жалғауына ауысады. Түсінбей жатсаңыз, мына стрелкамен берілген жалғауларға назар аударыңыз және түсінетін боласыз. Сонда шығатыны: Медина интересуется дорогой сумкой. Келесі мысалымыз: Маша общается с, жақшаның ішінде чужая жена. Назар аударамыз. Жена сөзі а мен аяқталып тұр. Аны өшіреміз және сол жаққа қараймыз. Стрелканың сол жағында а мен келетін болса, онда ол ой жалғауына ауысады. Сонда жена сөзі женой болып өзгереді. Ал чужая сөзіндегі ая сөзі, оны өшіреміз, ая әріптерін, сонда ол ой болып өзгереді. Сонда шығатыны: Маша общается с чужой женой. Рядом с, жақшаның ішінде Красная площадь. Бұл жерде площадь сөзі мягкий знакпен аяқталып тұр. Мягкий знакны өшіреміз, сөйтіп сол жаққа стрелкамен берілген жалғауларға қараймыз. Мягкий знакпен келетін болса, ол қандай әріпке өзгереді? Дұрыс, юға өзгереді. Ал красная сөзіндегі ая әріпі, оны өшіреміз, ол бізде өзгереді, ой болып өзгереді. Сонда Красной площадью болып шығады. Бізде шығатыны рядом с Красной площадью болып өзгереді. Вчера познакомилась с, жақшаның ішінде новая коллега. Кеше мен жаңа коллегамен таныстым дейді. Енді жақшаға қараймыз. Коллега сөзіндегі а әрпін өшіреміз, ол бізде қалай өзгереді? Яғни ой жалғауына өзгереді. Сол жақтағы стрелкаға назар аударамыз. Сөйтіп, енді новая сөзіндегі ая әріптерін өшіріп, ол ой жалғауына өзгереді. Сонда новой коллегой болып шығады. Вчера познакомилась с новой коллегой болып шығады. Сіздерге барынша түсінікті болып жатқан шығар деген үміттеміз. Егер де қандай да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде астына комментарияларыңызды жаза кетіңіздер. Келесі мысалымыз: он общается с, жақшаның ішінде высокая женщина. Женщина сөзі, яғни соңғы а мен әрпімен аяқталып тұр. Мына жаққа назар аударамыз. Сол жаққа а мен келетін болса, онда ол бізде кәдімгідей ой болып өзгереді, женщиной болып шығады. Ал высокая сөзінде соңы ая болып келіп тұр. Ая болып келсе, ол әрине қалай өзгереді? Ой болып өзгереді. Высокой женщиной. Сонда он общается с высокой женщиной. Ол бойы ұзын әйелмен сөйлесіп тұр. Немесе ұзын бойлы әйелмен. Келесі мысалымыз: ты идешь в кино с, жақшаның ішінде лучшая подруга. Сен киноға жақын құрбыңмен барасың ба дейді. Жақын құрбы, бұл жерде жақын сөзі сын есім болып тұр. Жақшаға қараймыз. Лучшая подруга. А сөзі, яғни подруга сөзіндегі соңы а әрпі бізде өзгереді ой жалғауына, ал лучшая сөзіндегі ая әрпі ой жалғауына өзгерер еді. Бірақ мына жерде ережеге қараңыз. Ж, ш, щ, ч, ц мен келсе, онда ол ой емес, ей болып өзгереді. Сонда ты идешь в кино с лучшей подругой. Түсінікті ғой, Женский родты мысалдармен толық түсіндік деген ойдамын. Енді біз ақырындап мужской родқа өтеміз. Мужской род кішкене күрделірек, шошып кетпеңіздер, жай ғана қазір іштей оқып шығыңыздар. Ый,
ой сияқты болып келетін болса, ым жалғауына өзгереді, әртүрлі. Сосын мына жерде тағы да ерекшелік бар. Ж, ш, ш, ц мен келсе, ом, ем жалғауына өзгереді, ал г, к, х, ш, ж, ч, ш болса, им жалғауына өзгереді. Стать жақшаның ішінде известный барбер. Барбер деген бұл ерлердің парикмахері, оны білеміз. Енді жақшаға қараймыз. Барбер сөзі бұл мужской род. Барбер болғандықтан ол ом болып өзгереді. Ал жанындағы известный сөзіндегі соңғы әріптері ыймен аяқталып тұр. Ыймен аяқталса, оған ым жалғауы жалғанады. Сонда стать известным барбером. Келесі мысалымыз рядом с жақшаның ішінде исторический музей. Музей сөзі ол мужской род, оны білеміз. Енді қараймыз. Краткемен аяқталатын болса, ол қалай өзгереді? Дұрыс, ем болып өзгереді. Музейем. Ал исторический сөзіндегі соңы имен аяқталса, онда қандай жалғауға өзгереді? Дұрыс, им жалғауына өзгереді. Сонда шығатыны рядом с историческим музеем. Келесі мысалымыз будет жақшаның ішінде хороший руководитель. Бұл жерде руководитель сөзіне қарайық. Мягкий знакпен аяқталып тұр. Мягкий знакпен аяқталса, ем болып өзгереді. Руководителем. Ал енді хороший сөзіне қарайық. Хороший сөзінде арасында ш әрпі бар, г, к, х, ж, ш, ш деген сияқты. Сондықтан ол им болып өзгереді. Будет хорошим руководителем. Келесі мысалымыз. После обеда я встречаюсь с жақшаның ішінде молодой учитель. Учитель сөзінде соңғы әріпі мягкий знакпен аяқталып тұр. Мягкий знакпен аяқталса, ол ем болып өзгереді. Учителем болып шығады. Ал молодой сөзінде соңы ой болып шығып тұр. Енді мына жаққа стрелканың сол жағына қараймыз. Оймен келетін болса, онда ол ым жалғауына өзгереді. После обеда я встречаюсь с молодым учителем. Мама интересуется жақшаның ішінде дорогой дом. Дом сөзі мужской род болғандықтан оған ом жалғауы жалғанады. Домом. Ал дорогой сөзінде г әрпі келіп тұр. Ой жалғауынан кейін г әрпі келіп тұр. Сондықтан оған им болып жалғауы келеді. Сонда мама интересуется дорогим домом. Келесі мысалымыз. Гуля общается с жақшаның ішінде чужой муж. Яғни Гуля бөтен еркекпен сөйлеседі дейді. Бұл жерде муж сөзіне қарайық. Муж сөзі бұл жанында ж әрпі келіп тұр. Мына ерекшеліктер бар ғой. Ерекшеліктер ж, ч, ш сияқты әріптер келсе, ом немесе ем келеді, және ол екпінге қарайды. Бұл жерде мужым деген жерінде екпін, яғни ударение уға түсіп тұр. Сондықтан да оған ем жалғауы жалғанады. Мужым болып өзгереді. Ал чужой сөзінде соңы ой әріптеріне келіп тұр. Оймен келетін болса, онда ол ым болып келетін еді. Бірақ бұл жерде тағы да ерекшеліктер бар. Ж әріпі келіп тұр. Сондықтан да ым емес, им жалғауы жалғанады. Сонда шығатыны Гуля общается с чужим мужем. Она общается с жақшаның ішінде высокий мужчина. Бұл жерде соңы а мен аяқталып тұр. А мен аяқталса, оған женский род сияқты ой қосылады. Мужчиной. Ал высокий сөзінде и әріптеріне им жалғауы жалғанады. Она общается с высоким мужчиной. Келесі мысалымыз. Сегодня сходила с жақшаның ішінде лучший друг. Друг сөзі мужской род болғандықтан ом жалғауы жалғанады. Другым. Ал лучший сөзіндегі и әрбіне им жалғауы жалғанады. Яғни сегодня сходила с лучшим другом. Бұл жерде назар аударыңыз, ешқашан егерде ш, ж, ч, ц сияқты әріптер келсе жанында, ешқашан үй жалғауы жалғанбайды. Жұмсартып айтасыздар, яғни и жалғауын қосасыздар.
мужской родтағы соңғы мысалымыз общайся с жақшаның ішінде дальный родственник. Мужской род болғандықтан родственникке ом жалғау жалғанады, ал дальный сөзінде имен аяқталғандықтан оған им жалғау жалғанады. Сонда общайся с дальним родственником. Соңғы родымыз средний родқа да келіп жеттік. Средний род тура мужской род сияқты, жалғаулары бірдей келеді. Ом, им, им сияқты болып өзгереді. Бірінші мысалымыз рядом с жақшаның ішінде большое окно. Омен аяқталғандықтан окно сөзінде оған ом жалғау жалғанады. Окном болып өзгереді. Ал большое сөзінде соңы ое болып өзгеріп тұр, сондықтан да оған им емес, жанында ш келгендіктен оған им жалғауы жалғанады. Сонда рядом с большим окном. Я стою рядом с жақшаның ішінде дорогое кафе. Кафе сөзіне тиіспейміз, ал дорогое сөзінде ое мен аяқталады, ол им емес, им болып өзгереді. Неге? Өйткені жанындағы ерекшеліктері бар, яғни к, г, х, ш, ж, ч болып келсе, онда оған им жалғауы жалғанады. Сонда шығатыны я стою рядом с дорогим кафе. Келесі мысалымыз рядом с жақшаның ішінде светлое помещение. Есть маленькая комната. Қараймыз, помещение сөзінде емен аяқталғандықтан оған ем жалғау жалғанады. Помещением. Ал светлое сөзіндегі ойымен аяқталғандықтан оған им жалғау жалғанады. Сонда шығатыны рядом со светлым помещением есть маленькая комната. Хлеб лежит рядом с жақшаның ішінде маленькое яблоко. Яблоко сөзінде омен аяқталып тұр, оған ом жалғау жалғанады. Яблоком. Ал маленькое сөзінде емен аяқталып тұр, жанында к әрпі бар. Сондықтан да оған им жалғау жалғанады. Сонда шығатыны хлеб лежит рядом с маленьким яблоком. Әрине, бүгінгі сабағымыз өте ауыр болды деп айтуға болады. Енді түсінген жандар мына жаққа назар аударып шығыңыздар. Бұл да жай ғана мысалдың бірі, сіздерге меңгерген білімдеріңізді ары қарай толықтай меңгеруге септігін тигізеді. Ендеше оқып шығайық. Женский родта: дальний, лучший, высокий, знакомый, незнакомый, большой, другой, голубой болып ой немесе ей жалғаулары қосылады. Ал мужской род және средний родта басқаша: дальним, лучшим, высоким, знакомым, незнакомым, большим, другим, голубым. Яғни им және им жалғауы жалғанып тұр. Ал средний родта тура мужской род сияқты дальним, лучшим, высоким, знакомым, незнакомым, большим, другим, голубым. Яғни им және им жалғаулары жалғанып тұр. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Енді қорытындылау үшін жаттығу жасаймыз. Сізге берілетін тапсырмалар әр родқа байланысты бесеуден мысалдар келтіріледі. Сол мысалдарды сіз орындау үшін паузаны басыңыздар. Орындап болғаннан кейін сізге дұрыс жауаптары беріледі. Содан кейін сіз салыстыратын боласыздар қаншалықты сабақты меңгергендеріңізді. Мынау дұрыс жауаптары. Салыстыру үшін паузаны басып, толықтай даусыңызды шығарып оқып шығыңыз.